Past continuous созылыңқы өткен шақ. The past continuous tense дәл көрсетілген уақытта немесе уақыт аралығында өткен іс-әрекетті білдіреді. Past continuous нақты қандай уақыттарда қолданылады екен? Interrupted continuous past action. I was walking home when it started to rain. Мен үйге бара жатқан кезде жауын жауа бастады. I was watching a movie when she called. Ол қоңырау шалған кезде мен фильм көріп отырғанмын. Interrupted continuous past action, яғни біреу іс-әрекетке кедергі жасағанда немесе іс-әрекет бөлінген кезде. Және бұл жерде when сөзі қолданылады. Parallel actions. I was studying while my brother was watching TV. Іс-әрекет бірдей жүзеге асып жатқан кезде. To start a story, create an atmosphere. While I was driving to work yesterday, the sun was shining and the birds were singing. Қандай да бір әңгімені бастаған кезде, әсерлі атмосфера құрған кезде, әңгімені әдемі етіп жеткізу үшін біз осы past progressive өткен шақты қолданамыз. Мен жұмысқа бара жатқан кезде, немесе күн жарқырап, құстар ән салып жатқан кезде. Repeated action, often with always, яғни қайталанатын іс-әрекеттер және де always, әрдайым сөзімен қолданылатын кезде. They were always fighting. Олар ылғи да төбелеседі. She was always complaining about her job. Ол жұмысы жайлы ылғи да шағым жасап жүреді. Action before, after specific time. Last night at 6 p.m. I was eating dinner. Сағат 6-да мен тамақ ішіп отырғанмын. Кешкі ас ішкенмін. In August she was working at a summer camp. Тамыз айында ол лагерде жұмыс жасаған. Past progressive, past continuous деп жатамыз, барлығы өткен шақтағы созылыңқы іс-әрекеттер. Past continuous'тың формуласы was were, to be'дің өткен шағы. Was were plus verb ing, етістікке ing жалғанады. I was working, he was driving, яғни сөйлем жасаған кезде біз бастауыш, яғни I, he, she есімдігін plus жаңағы көмекші етістік бірінші жақта was, екінші жақта көпше түрде were қолданылады және етістікке ing жалғанады. Болымды түрі, яғни I was going, болымсыз түріне not жалғауын жалғаймыз, көмекші етістіктен кейін I wasn't going. Сұрақ қойғанда was, were алдына шығып кетеді. Енді сіздермен бір-екі мысалдан қарастырып шығайық. I was washing the dishes when the phone rang. Телефон шырылдаған кезде мен ыдыс жуып жатқанмын. Бұл I was washing, мен ыдыс жуып жатқан кезім, яғни өткен шақтағы созылыңқы іс-әрекет. Interrupted actions, яғни іс-әрекетті біреу бөлген кезде. As she was reading the book, Alice came. Ол кітап оқып жатқан кезде Алиса келді. Енді болымсыз сөйлемдерден You were not watching television at night. Сен кеше өткен түні теледидар көрген жоқсың. Болымсыз сөйлем not жалғау арқылы жасалады. Ал енді сұраулы сөйлем Were they studying math yesterday? Олар кеше математиканы оқыды ма? Past continuous жайлы толық ақпарат берілді. Сау болыңыздар.